Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ұбт бағыты бойынша бөлшек рационал теңдеу. Яғни бірінші эдукон кітабы бойынша бірінші кітаптың ең соңғы тақырыптарының бірі. Біз бұл тақырып туралы бүгін не айттық, Мысалы, қандай да бір бізге бөлшек рационал теңдеу деген сөз по от x бөлінген q от x теңдеуі беріледі екен, тең болады 0-ге. Енді осы жағдайда біз бүгін не істедік? Жаңа бір нәрсе түсіндік. ММЖ деген сөз былайша айтқан кезде мүмкін мәндер жиыны. Яғни біз кіші класстардан білеміз, что не істеуге болмайды, 0-ге бөлуге болмайды. Сондықтан да біздің q от x, яғни бөлімде тұрған көп мүше не болмау керек? 0-ге тең болмау керек. Ешқандай жағдайда 0-ге тең болмау керек. Бұл бірінші қарастырасыздар. Потом түсінікті, 0-ді алу үшін мен қандай да бір санды не істеу керекпін? 0-ді қандай да бір санға бөлу керекпін. Яғни алымындағы по от x-ін мен не істеу керек? 0-ге тең болу керек екен. Енді осы ереже түсінікті болса, есептерге кезек берейік. Бірінші а есебінде, бұны біз класста шығардық. X квадрат минус 9 бөлінген неше? X минус 3 тең болады 0-ге. ММЖ бойынша бірінші не емес деп алам? X тең емес 3-ке деп алам. Өйткені 3-ке тең болса, бөлімі 0-ге тең болып қалушы еді. Сондықтан да мен не істеймін? X тең емес 3-ке деп алдым, сосын x квадрат минус 9-ды не істеймін? Теңестіремін 0-ге, яғни алымын 0-ге теңестіремін. Бұл жағдайда x-ім тең болады, x квадратын тең болады 9-ға, x тең болады нешеге? Плюс минус 3-ке. Плюс минус 3-тің ММЖ-ға кіретіні бар, ММЖ-ға кірмейтіні бар. Мен не істей аламын? X-тің орнына 3-ті қоя алмаймын. Өйткені 3-ті қойсам бөлімі 0-ге тең болып қалады деп айттық. ММЖ-ға кірмейді. Сондықтан менің жауабым x тең болады нешеге? Минус 3-ке деген жауап болады екен. Бірінші есеп түсінікті деп ойлаймын. Келесі есепке кеттік. Келесі есепте бізде x квадрат минус 4x плюс 3 деген виет бойынша шығаратын болсақ, бұның түбірлері x минус 1 көбейтілген x минус 3. Яғни, мысалы, сіздер не істей аласыздар? Бөлінген x квадрат минус 1-ден былай шешаламын, x минус 1 көбейтілген неше? x плюс 1 тең болады 0-ге деп не істесем болады, жазсам болады. Енді ММЖ бойынша бөліміндегі x тең емес болу керек 1-ге, және x тең бола алмайды нешеге? Минус 1-ге. Енді осы екеуін тең бола алмайтын болса, мен x квадрат минус 4x плюс 3 тең болады 0-ге деймін де, бұның түбірлері менде дискриминант бойынша шешкен кезде мен виет бойынша шеше салайын. 1 мен 2-сі, бұның 1 және неше болады? 3 болады екен. Енді мен 1-ді жауапқа жатқыза алмаймын. Неге? Өйткені 1 біздің ММЖ-ға кірмейді, сондықтан менің жауабым 3 болады екен. Тек қана нені аламын? 3 деген жауапты ғана алады екенмін. Келесі. Үшінші есеп. 1 бөлінген x минус 2x бөлінген x плюс 1 тең болады 0-ге дейді. Енді бұл жағдайда 1 бөлінген x минус 2x бөлінген x плюс 1 деп келетін болса, тең болады 0-ге. Бұл не істеу керек? Бұл жерде ортақ бөлім беру керек, Ортақ бөлім беру керек. Ортақ бөлім екі осы көп мүшенің, то есть x пен x плюс 1 несі болады? Бұл көбейтіндісі болады екен. Ортақ бөлім беретін болсам, x көбейтілген x плюс 1. Енді мынаған не жетпейді? Бұған жетпейді x плюс 1. Мұнда жетпей тұр x. Енді жақшаны ашам. 1-ді x плюс 1-ге көйтсем x плюс 1, минус 2x x-ға көйтсем 2x квадрат тең болады нешеге? 0-ге. Енді бұл жерде де ММЖ бойынша, ММЖ бойынша x тең бола алмайды 0-ге, өйткені 0-ге тең болса, мына жер 0 болып қайынып тұр бөлімі, және x тең бола алмайды нешеге? Минус 1-ге. Енді осыны ММЖ-ны қарастырып қалғаннан кейін бөлімін тастап алыммен жұмыс істей береміз. x плюс 1 минус 2x квадрат тең болады 0-ге деген қарапайым квадрат теңдеу шешу керек. Минус 2x квадрат плюс x плюс 1 деп алыңыздар. Ары қарай сіздер дискриминантпен шешсеңіздер не болады? Не болмаса мен сияқты бетпен шешсеңіздер болады. Қалай шешсеңіздер де бұл жерде түбірлері x1, x, бұның түбірлері 1 мен 1 және минус 1 бөлінген 2 шығады. Енді осы екі түбірдің маған қайсысы ММЖ-ға кіреді? Менде ММЖ бойынша x минус 1-ге тең болмау керек, ал 1-ге тең бола береді. Сондықтан бұл жерде екі жауабы не істейді екен? ММЖ-ға кіреді екен. Сондықтан жауаптары 1 және минус 2-ден 1. Екі жауабы да не істейді? Мені қанағаттандырады. Сондықтан мен екі жауабымды алам. Осы жер түсінікті болса, мен екінші есепті шығару керекпін. Сондықтан мына жерде не істеу керек? Маған өшіру керек. Кішкене түсіріп алсаңыздар болады, или скриншоттап алсаңыздар болады. Келесі біздің есебіміз бірінші есептің d-сы 5x минус 7 бес х минус 7 бөлінген
x минус 3 тең болады 4x минус 3 бөлінген x-ке. Бұндай есептерді мен пропорция тәсілі арқылы шығараламын, бірақ бірінші мамыршысын қарастырып кетейін. Мына жерде x минус 3 тең бола алмайды 0-ге, ол x тең бола алмайды 3-ге, және x тең бола алмайды 0-ге. Мен екеуінің де бөлімдегіні қарастырдым. Енді пропорция арқылы крест-накрест не істеймін, мен көбейтемін. Мына жердегі 5x минус 7-ні мен көбейтемін x-қа, және 4x минус 7-ні көбейтемін неге? X минус 3-ге көбейтемін. Енді жақшаны ашу керек болды. 5x минус 7-ні x-қа көбейтетін болсам, 5x квадрат минус 7x минус 7x минус 7x болады екен. Сосын не істеймін? Тең болады деймін да мына жақшаны ашам. 4x-ті x-қа көбейтсем 4x квадрат минус 7-ні x-қа көбейтсем минус 7x. Потом 4x-ті минус 3-ке көбейтсем минус 12x. Енді минус 7-ні минус 3-ке көбейтсем неше? 4x минус 7 емес, 4x минус 3 екен ғой. Сол кезде 4x-ті x-қа көбейтем 4x квадрат, 4x-ті минус 3-ке көбейтем дұрыс, 3-ті мына жерде минус 3x бол керек, иә? Минус 3x, сосын минус 3-ті минус 3-ке көбейтем плюс 9. Ары қарай 5x квадрат минус 7x. Мына жерде 4x квадратты былай қарай шығарсам теңдіктің 4x квадрат болады минуспен. Минус 3x азайту 12x минус 15x. Минус 15x теңдікті мына жағына шығарсам плюс 15x болады. И қосылған 9 тең болады нешеге? 0-ге. Енді ықшамдау кезінде 5x квадраттан 4x квадрат айтсам x квадрат. Минус 7x-ға 15x-ті қоссам плюс 8x. И плюс 9-ды мына жаңа, плюс 9-ды теңдікті мына жағына шығарған кезде минус 9 болушы еді, минус 9 тең болады нешеге? 0-ге. Мына плюс 9-ды теңдіктің сол жағына шығарған кезде минус 9 болушы еді. Мен ескермей кетіппін. Бұның бір түбірі 1, екінші түбірі неше шығады екен? Минус 9. Енді екеуі де маған ммж-ға кіре ма? Иә, өйткені бірі де минус 9-ды қойғанда x-тен ешқандай проблема жоқ. Маған главный не болмаса болды, 3 және 0-ге тең болмаса болды екен. Келесі мысалымыз, төртінші үш мысал берілген E, F және G. E де бірінші бізге былай дейді. 15 бөлінген x минус 2, 15 бөлінген x минус 2 тең болады екен неге? 14 бөлінген x қосылған 1-ге. Барлығының ортақ барлығын бір жаққа шығарып алайық. Жақсы. Бірінші ммж бойынша x тең емес 2-ге және x тең емес нешеге? 0-ге. Жақсы ма? Енді бұның неше барлығын сол жана шығарам. Теңдіктің 15 бөлінген x минус 2. Мынаны былай қарай шығарсам, таңбасы өзгеріп шығады. Минус 14 бөлінген x. Және қосылған неше болады екен? Қосылған емес, азайтылған 1 болады. Тең болады 0-ге деп аламын. Енді барлығының ортақ бөлімін керу керек. Ортақ бөлім берген кезінде барлығын неден беремін? X және x минус 2-нің көбейтіндісінен беремін. Енді ортақ бөлімі x және x минус 2 болатын болса, мынаған нешеден жетпей тұр? X минус 2 бар, x жетпейді. Мынада x бар, x минус 2 жетпейді. Ал мынада полный x және x минус 2 бар. Енді жақшаны ашқан кезінде алымында 15x минус 14x минус 2 минус x көбейтілген x минус 2, өйткені бірді іштеңе көбейткен еш нәрсе өзгермейді, тең болады нешеге деймін? 0-ге деймін. Енді балалар, бөлімін тастап кетуге болады. Мен главный бөлімін 0-ге тең емес деп алып алдым. Енді жақшаны ашу керек, 15x минус 14x-ға көбейтсем 14x болады, минус 14-ті минус 2-ге көбейтсем плюс 28. Плюс 28 минус x квадрат плюс 2x тең болады нешеге? 0-ге. Енді менде минус x квадрат, мына жақта минус x квадрат, кейін минус 14x-ге, қараңыздар, 15x-тен 14x айтсам x болады, x-ке 2x-ті қоссам плюс 3x болады. Плюс 3x плюс 28 тең болады нешеге? 0-ге. x квадраттың алдын плюс қылып алу шартымен x квадрат, ыңғайлы болу үшін өзімізге, минус 3x минус 28 деп барлығының таңбасын істедім, мен өзгерттім. Мына жерде просто минус 1-ге көбейте саласыздар. Сол кезде бұның түбірлері 7 және екінші түбірі минус 3 болады. Енді маған x-ім 0-ге және 2-ге тең болмаса болды. Сондықтан бұл екеуден істей береді, жауапқа кіре береді. Яғни жауабым менің
x1 2 тең болады екен 7-ге және минус 3-ге. Екеуіне не істей беремін мен? Жауапқа ала беремін. Түсінікті болса, келесі f-қа көшейік. F-қа. Өшірейін. Келесі f-та бізде f-та былай дейді. 4 бөлінген x минус 2 қосылған 4 бөлінген x плюс 2 тең болады нешеге дейді? 2-ден 3-ге. Енді бұл f. Енді бұл екеуінің ортақ бөлімі, мына екеуінің көбейтіндісі бар. Жақсы, мына екеуін біріншімен көбейтіп алайын. Бұл x минус 2 және неше? X плюс 2. Енді бұлай теңестіремін де не істеймін? Мынаған нешеден берем? X плюс 2-ден берем. Мынаған X минус 2-ден берем. ММЖ-сын қарастыра кетейік. ММЖ бойынша біріншісінің X-і тең болмау керек 2-ге, X-ге 2-ге тең болуға болмайды. Және X-ге нешеге тең болуға болмайды? Минус 2-ге тең болуға болмайды. Өйткені 2-ге тең болса, мына жердің бөлімі 0 болып қалады. Ал минус 2-ге тең болса, мына бөлік 0-ге тең болып қалады. Енді не істейміз? Жақшаны ашамыз. 4x қосылған 8. Мына жақта плюс 4 болғандықтан ешқандай проблема жоқ. Тоже плюс 4x минус 8. Тең болады нешеге? 2-ден 3-ге. Минус 8 мен 8-ді қысқарттым. Енді қараңыздар, 4x-қа 4x-ті қоссам, алымы 8x болады. Бөлімінде формуланы білеміз, x минус 2, x плюс 2 деген ол x квадрат минус 4-ті береді. Тең болады нешеге? 2-ден 3-ге. Пропорцияның қасиетін қолдану арқылы 8x-ті 2-ге көбейтсем 16x. Тең болады нешеге? 3x квадрат минус 12. Енді 3x квадрат минус 16x минус 12 тең болады нешеге? 0-ге. Бұны арғарай сіздер дискриминантпен шығарсаңыздар болады. Немен шығарсаңыздар болады? Мен былай шығарайын. X квадрат минус 16x минус 36 тең 0. Бұның түбірлері негізі 18 бен минус 2 шығу керек еді. Мен істеймін, бұны 3-ке бөлем. Сондықтан бұның түбірлері жауабы 18 3-ке бөлсем 6 және минус 3-тен 2. Екеуі де жауапқа кіре береді, өйткені бізде ММЖ бойынша x неге тең болмаса болды еді? Плюс минус 2-ге тең болмаса болды еді. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі енді G-ға кетейік. G-да G есебінде бізде G-ға кезек берейік. X квадрат, x квадрат минус 2x бөлінген x минус 2 тең болады нешеге? X квадрат минус 2-ге. Жақсы. ММЖ бойынша x тең болмайды нешеге? 2-ге. Бараң қиын түсіндіріп жіберіппін. X көбейтілген x минус 2 десек болады мынаны. Бөлімінде x минус 2 бар. Тең болады неге? X квадрат минус 2-ге. Мына екеуін қысқартсақ болады. Сонда мындай теңдеу шығайын тұр. X тең болады нешеге? X квадрат минус 2-ге. Енді бұда x квадрат деймін, минус x минус 2 тең болады 0-ге. Бұның түбірлері сәйкесінше бірінші және екінші түбірі бұның 2 және минус 1 болады екен. Енді 2-ні мен жауапқа аламын ба? 2 деген жауапқа кірмейді. Неге? Өйткені ММЖ бойынша x 2-ге тең болмау керек. Сондықтан жауабы бұның тек қана неше болады екен? X тең болады екен минус 1-ге. Яғни бұл есептің бізде бір ғана жауабы бар екен. Келесі. Бізде келесі есебімізде, екінші және үшінші есебімізде x-ің қай мәнінде x бөлінген x квадрат минус 16 бөлшегінің мәні болады дейді. Яғни бізде x-ің қай мәнінде бөлшегінің мәні болады дейді. Яғни x бөлінген x квадрат минус 16, осының қай мәнінде бөлгіші не істейді дейді? Мәні болмайды дейді. Мәні болмайды дейді балалар. Бір өзімді қалды. Тең болады нешеге дейміз? Мысалы, мына жерде қараңыздар.
қай мәнде мәні болады дейді. Яғни x квадрат бізде не болмау керек? Любой мәнде бола береді. Главный бөліміндегі не болмау керек? 0-ге тең болмау керек. Өйткені біз не істей алмаймыз? 0-ге бөле алмаймыз. Сондықтан бұл жер бойынша x квадрат тең бола алмайды 16-ға. X тең бола алмайды нешеге? Плюс-минус 4-ке. Яғни x-ін тең бола алмайды екен плюс-минус 4-ке. Сондықтан кез келген мәнде мәні болады дейміз. Мәні главный x не болмаса болды? 4-ке және минус 4-ке тең болмаса болды. Немесе былай деп белгілеп қойсаңыздар болады. Минус шексіздіктен минус 4-ке дейінгі бірігуі минус 4-тен 4-ке дейінгі бірігуі неше? 4-тен плюс шексіздікке дейінгі кез келген санға тең бола берсе не істейді? Болады. Яғни просто 4-ке және минус 4-ке тең болмау керек. Келесі үшінші есебімізде біздің 3 бөлінген, 3 бөлінген x квадрат минус 36 санның қай кезде мәні болмайды дейді. Яғни біздің істемеу керек, санды 0-ге бөле алмаймыз, сондықтан бөлімі 0-ге тең болуға болмайды. X квадрат тең бола алмайды нешеге? Тең бола алмайды 36-ға. X квадрат тең бола алмайды 36-ға. Сондықтан x тең бола алмайды екен нешеге? Плюс-минус 6-ға. Қалған сандардың принципе барлығына тең бола алады. Яғни x 6-ға және минус 6-ға тең болмаса не істегені болғаны. Келесі. Бізде келесі есебімізде теңдеуді шешіңіз деп, яқта 4 мысал берілген. Бізде 4 мысал берілген. Сол 4 мысалды кезек-кезек не істейік түсіндірейік. Біріншісі асы 2x бөлінген x минус 1 минус 1 бөлінген x плюс 1 тең болады дейді 4x бөлінген x квадрат минус 1-ге. Балалар, осы жерде мен барлығын істейін былай деп алайық. ММЖ бойынша x тең емес плюс-минус 1-ге деді. Енді өзіме оңай болу үшін мен барлығын x квадрат минус 1-ге көбейтейін. X квадрат минус 1-ге әр қосылғышын істеймін, көбейтем. Жақсы, көбейтсем 2x болады да, мынау x минус 1 мен x квадрат минус 1-ді қысқартқан кезде x минус 1-лер қысқарады да 2x көбейтілген x плюс 1 қалады. Минус 1 көбейтілген x квадрат минус 1-ді наған көбейтсем x плюс 1-лер қысқарады да x минус 1 қалады. Тең болады нешеге? 4x-ке. Түсінікті ғой, мен не істедім? Әр қосылғышты жеке-жеке осы x квадрат минус 1-ге не істедім? Көбейтіп шықтым. Сол үшін жақшын ашсам 2x-ті x-қа көбейтсем 2x квадрат плюс 2x минус x плюс 1 минус 4x деп шығара салайын, сразу минус 4x тең болады нешеге? 0-ге. Ықшамдай келе 2x квадрат 2x-тан x айтсам x, x-тан 4x айтсам минус 3x қосылған 1 тең болады нешеге? 0-ге. Бұның түбірлері 1 және 2-ден 1 болады екен. Енді бұны қайсысын жытпаймын? То есть мен 1-ді ала алмаймын, сондықтан бұның жауабы 2-ден 1 болады. Өйткені 1 бізде не істемейді? ММЖ-ға кірмейді. Өйткені 1-ді мына жаққа қойсам, бөлімі 0 болып қалады тұр. Ал бізде бөлімі 0 болуға болмайды. Түсінікті болса, келесі есепке түсіндірейін. Бұл А-сыншы есепті шығардық. Енді 4-ші есептің басында бізде 3x минус 2 бөлінген x минус 1 плюс x минус 4 бөлінген x плюс 3 тең болады 3x-тің квадраты плюс 1 бөлінген нешеде? X квадрат плюс 2x минус 3-те. Енді мына жақта қазір қараңыздар. X квадрат плюс 2x минус 3 деген сөз балалар. Бұл x минус 1 және x плюс 3 деген сөз былай айтқан кезде. Енді барлығы бөлімнен құтылу үшін осыған көбейтсем болады. Барлығы мен аламын істеймін, көбейтемін. X минус 1 көбейтілген x плюс 3-ке көбейтемін. Енді мына бірінші қосылғышты көбейтсем, x минус 1-лер қысқарады, неше қалады? 3x минус 2 неге көбейтіледі? X плюс 3-ке көбейтіледі. Екінші қосылғыштан мына x минус 4 көбейтіледі. X плюс 3 пен x плюс 3 қысқарады да x минус 1-ге көбейтіледі. Тең болады нешеге? Мынаяқтан 3x квадрат плюс 1-дің өзі қалады. Негені өйткені полный мынаумен мына екеуіне кеткен, қысқарып кеткен. Енді жақшыларды ашса. Бірінші 3x-ті x-қа көбейтем 3x квадрат. Минус 2-ні x-қа көбейтсем минус 2x. 3x-ті 3-ке көбейтсем плюс 9x. Минус 2-ні 3-ке көбейтсем минус 6. Қосылған x-ті x-қа көбейтсем x квадрат.
Давайте былай істейік. Минус 4х болады, мына екеуі неше болады? Минус 1х болады. Сонда неше болады екен? Минус 5х болады екен. Минус 4-ті минус 1-ге көбейтсем плюс 1 тең болады нешеге? 3х квадрат плюс 1-ге. Теңдіктің екі жағында бірдей өрнектер болатын болса, олардың есепті оған жойып жіберуге болады. Мынау 3х квадрат пен 3х квадратын істедім, мен жойдым. Плюс 1 мен плюс 1-ді жойсам, мына жақта менде қалайын деп тұр? Х квадрат минус 2х-қа 9х-ті қоссам 7х, 7х-тан 5х-ті айтсам 2х, қосылған 2х и минус 6. Я? Мына жақта қазір менде 3х минус 2, қазір 1 минут, минус 2х плюс 9х минус 6, х квадрат минус 5х плюс, ана жақта плюс 1 емес, плюс 4 болады екен. Сондықтан шықпай қалып тұр екен. Плюс 4 плюс 1 болып тұра берсін, онда минус 6-ға 4-ті қосам минус 2, и минус 2-ден плюс 1 былай шықса минус 3 болып шығады. Минус 3 тең болады нешеге? 0-ге. Енді бұның түбірлері, бірінші түбірі бізде 1 болады екен, екінші түбірі нешеге тең болады екен? Менде минус 3-ге тең болады екен. Енді балалар қалай ойлайсыздар? Менде ММЖ бойынша, о баста x тең бола алмаушы еді нешеге? ММЖ бойынша тең бола алмаушы еді 1-ге, және x тең бола алмаушы еді нешеге? Минус 3-ге. И менде осы екі жауап мына жақта шығып тұр. Сондықтан жауабы бұның не? X-тің шешімі жоқ. Өйткені біздің x-іміз тең бола алмайды, 1-ге де тең бола алмайды, минус 3-ге де тең бола алмайды. Осындай бір қызық есеп, жауабы жоқ шықты. Келесі. Келесі бір есебімізде, біздің с-ға келдік па? С-ға келдік. С-да 3 бөлінген, мынаны х квадрат минус 2х плюс 1 плюс 2 бөлінген 1 минус х квадрат и тең болады неше? 1 бөлінген 1 плюс х. Енді қараңыз. Мынаны мен несе дей аламын? Мынаны 1 минус х-тің квадраты десем болады. Мынаны 1 минус х көбейтілген 1 плюс х десем болады. Бөліміндегі 1 минус х квадрат дегенде. Енді қараңыз. Бұның ортақ бөлімі 1 минус х-тің квадраты көбейтілген 1 плюс х болыпты. Сондықтан барлығын аламында не істеймін? 1 минус х-тің квадраты және нешеге көбейтемін? 1 плюс х-қа көбейтемін. Бірақ ММЖ-ны ескеріп кетеміз. ММЖ x тең бола алмайды нешеге? 1-ге және минус 1-ге. Түсінікті, Енді, давайте мынаған көбейтейін. Мынаған көбейткен кезде әкеліп, мына бірінші бөлшекке көбейтсем, 1 минус х-тің квадраттары қысқартады да 3 көбейтілген 1 плюс х қалады. Қосылған 2 көбейтілген, қараңыз, 1 минус х-тің квадратымен 1 минус х кетеді, 1 плюс х пен 1 плюс х кетеді, енді қалады не қана? 1 минус х-тің біреуі қалады. Тең болады, 1 көбейтілген 1 плюс х кетеді да, наяқта 1 минус х-тің несі қалады? Квадраты қалады екен. Енді жақшаны ашсам, 3 қосылған 3х қосылған 2 минус 2х тең болады. Жақшаны ашатын болсам, наяқта 1 азайтылған 2х қосылған х квадрат болады екен. Минус 2х пен мына минус 2х-ті жойсам болады. Сондықтан наяқта х квадрат минус 3х минус 4 тең болады 0-ге шығайын деп тұр. Бұның түбірлері 4 және минус 1. Яғни бұның түбірлері 4 және минус 1 шығады. Бірақ ол баста біз айттық, ММЖ бойынша x минус 1-ге тең бола алмайды. Сондықтан жауабы, тек қана x-тің бір ғана жауабы бар екен. X тең болады нешеге? 4-ге деп қойып қоямыз. Келесі бізде, келесі д-ға кезек берейік. Д-да, мен мынаны, давайте сразу жазайын, 1 бөлінген х квадрат минус 12х плюс 36 дегенді мен былай алғым келіп тұр. 6 минус х-тің квадраты. Қосылған 12 бөлінген 36 минус х квадрат дегенді қазір 1 минут, мен қазір нені өшіріп жіберейін.
бізде мынаны мен қазір жалғастырайық, иә? 6 минус x көбейтілген 6 плюс x деп алайын. 6 минус x көбейтілген 6 плюс x тең болады 1 бөлінген x плюс 6 дегені соңғыштама 6 плюс x деп ала берсем болады. Енді бұның ортақ бөлімі балалар 6 минус x-тің квадраты, иә? Және не болайын деп тұр? 6 плюс x болайын деп тұр. Енді бұны істесем болады, барлығы мысалы 1 бөлінген 6 минус x квадратты осыған көбейтетін болсам, 6 минус x-тің квадраты мен квадрат қысқарады да 6 плюс x қалады. 1 көбейтілген 6 плюс x дегенсіз, немесе кәдімгі 6 плюс x расында болушы еді. Плюс 12 көбейтілген 6 минус x пен 6 минус x қысқартсам, 6 минус x қалады. 6 плюс x қысқарады, 6 минус x қана қалады. Мына жақта қалады екен 6 плюс x қысқарады да 6 минус x-тің квадраты полный қалып кетеді. Енді теңдеу шығарайық. 6 қосылған x қосылған 72 минус 12x тең болады екен 36 минус 12x плюс неге x квадратқа. Давайте на минус 12x пен на минус 12x қысқарттым. x квадрат минус x 6-ға 72-ні қосам 78 былай қарай шығарсам минус неше? Минус 42 тең болады нешеге? 0-ге. Енді бұның түбірлері 7 және минус 6. Мен бірақ x тең бола алмайды нешеге? О баста ММЖ бойынша жазбаппын. ММЖ бойынша x тең бола алмайды 6-ға және минус 6-ға. Сондықтан минус 6 деген жауапқа кірмейді. Жауабы тек қана неше болады екен? X тең болады екен тек қана 7-ге. Яғни бұл есептің жауабы менің x-ім тең болады 7-ге. Осымен біздің 4-ші есептеріміз бітті. 5-ші есепке келдік. 5-ші есеп бізде теңдеуді шешіңіз дейді. Бізде бұл жерде уже жаңа айнымалы енгізу, балалар. Жаңа айнымалы енгізу керекпіз. Қалай енгіземіз? Бірінші мына есепте мен былай деп алады екен. Бірінші есебінде. А-да былай деп алады екен. X квадрат плюс 1 бөлінген x қосылған x бөлінген x квадрат плюс 1 тең неше? 2/2-ден 1 деген сразу 2-ден 5 деп алайын. Енді қараңыздар. Мысалы менде мынаны 3-тен 5 деп тұрса, мен 5-тен 3-тен 5-ті былай жазалам. Мысалы 3-тен 5-ті 1 бөлінген, мысалы былай деп алайыншы, мысалы 3-тен 5 қой, оған кері сан 3-тен 5 қой, мысалы кері сан 3-тен 5 қой. Осы мен 3-тен 5, ойбай, не айтып кеттім мен. Былай істейміз. То есть мысалы менде мынандай нәрсе бар. 3-тен 5 деген сан бар, және оған қарама қарсы дәл сонда кері сан бар 5-тен 3 деген. Енді мен былай жазалады екен, 5-тен 3 деген санды 1 бөлінген 3-тен 5 десем болады, балалар. 1-ді 3-тен 5-ке бөлсем 5-тен 3 шығады. Енді то же самое, мына екеуі бір-біріне тура не болып тұр, просто орындары алмасып тұр. Яғни x квадрат плюс 1 бөлінген x-ті мен қандайда бір a десем, ол кезде x бөлінген x квадрат плюс 1 деген сан менде 1 бөлінген a болады екен. Енді a қосу 1 бөлінген a тең болады нешеге? 2-ден 5-ке. Енді a-дан және 2-ден құтылушы мен не істесем болады? 2-ға көбейтсем болады апарып. 2-ға көбейтсем 2a квадрат плюс 2 тең болады неше? 5a. Нан шығаратын болсам 2a квадрат минус 5a плюс 2 тең болады 0-ге. Бұның түбірлері a1, a2 тең болу керек. Өздеріңіз қазір дискриминантымен шығарып алсаңыздар болады. Мен қазір тез есептей қойын. 1 және 4, 2 және түбірлері 2-ден 1 болады бұның. Енді a деп отырғанымыз не? Бізде a деп отырғанымыз нені алдық? X квадрат плюс 1 бөлінген x-ті алдық. Апарып теңестірем. Мысалы бірінші x квадрат плюс 1 бөлінген x-ті теңестірем нешеге? 2-ге. Бұда менде мынандай шығады. X квадрат, x квадрат плюс 1 тең болады нешеге? 2x-ға деймін. X квадрат минус 2x плюс 1 тең болады 0-ге. X-ім тең болады нешеге? Бұдан 1-ге деген бір жауап шықты. Енді қараймыз, ММЖ-ға қараймыз да, о бастағы теңдеудің берілгеніне қарайық. X-ға 1-ге тең болғанда проблема жоқ па? X-тің ona 0-ды қойға болмайды, ана жерде любой санды қоя беруге болады. Яғни X тең 1-ге деген бір жауабы шықты. Келесі мен не істеймін?
x квадрат плюс 1 бөлінген x-ті неге тең деп алдым, және 1-ді 1 2 шықты, 2-ші 1 2-ден 1 шықты, 2-ден 1 деп алам. Бұл жағдайда менде 2x квадрат, плюс 2 тең болады екен x-қа. Бұл жағдайда 2x квадрат минус x плюс 2 тең болады 0-ге. Бұның дискриминанты 0-ден кіші болады, яғни неше жоқ, x-тің шешімі жоқ. Сондықтан менің x-ім неше жауабы бар екен, тек қана бір жауабы бар екен, және ол жауабы нешеге тең екен, 1-ге тең екен, балалар. Кеттік. Келесі мысалға кезек берейік. Келесі. Сразу ашайын, 1 бөлінген, мұнан мен қалай ашқым келіп тұр, x квадрат плюс 2x деп ашқым келіп тұр. Минус 1 бөлінген, мұна x плюс квадрат дегенді x квадрат плюс 2x плюс 1 деп ашқым келіп тұр. Тең болады нешеге? 12-ден 1-ге. Осы жерден алдыңғы сабақтарда өткенімізде x квадрат плюс 2x-ті мен не деп алам? А деп алам. Сонда 1 бөлінген a азайтылған 1 бөлінген a плюс 1 тең болады нешеге? 12-ден 1-ге. Енді барлығынан құтылу үшін, давайте, мына ортақ бөлімін, мына жақтан a және a плюс 1 деп алсам, ортақ бөлімін. Мына жақта мынаған a плюс 1-ден берем, мынаған a-дан берем. Сонда a плюс 1 азайту a тең болады нешеге? 12-ден 1-ге. Енді минуса мен a қысқарады, пропорция қасиетін пайдаланып 1 ғана қалды, мына жағында 1-ді 12-ге көбейтсем, 12 тең болады, 1-ді мынаған көбейтсем, a көбейтілген a плюс 1-ге. Енді жақшаны ашқан кезінде мынандай теңдеу шығады. a квадрат плюс a минус 12 тең болады нешеге? 0-ге. Бұл жақтан a1 менің тең болады минус 4-ге, a2 тең болады нешеге? 3-ге. Енді бар теңестірем. a деп алғаным не еді менің? a деп алғаным x квадрат плюс 2x-ті мен тең деп аламын минус 4-ге. Бұяқтан x квадрат плюс 2x плюс 4 тең болады 0-ге. Бұның дискриминанты 0-ден кіші шығу керек. Сондықтан бұның еш жоқ, жауабы жоқ. Келесі x квадрат плюс 2x тең болады деймін 3-ге. Бұны дальше шығаратын болсам, x квадрат плюс 2x минус 3 тең болады 0-ге. Бұның түбірлері неше шығады екен? 1 және минус 3 шығады екен. Енді түбірлері 1 және минус 3 шығатын болса, түбірлері, бұл екі түбірлерін қарап барып қойып көрем. Енді мына ммж-ға қарап отырып, менде x-ім тең болмау керек 0-ге, x-ім тең болмау керек минус 2-ге, және x-ім тең болмау керек нешеге? Минус 1-ге. А менің жауаптарым соңында 1 және минус 3 шығып тұр. Сондықтан ешқандай проблема жоқ. Менде не істеймін? Жауабына осы екеуін істей беремін, қабылдай беремін. X тең бола алады минус 3-ге және 1-ге. Жауап бізде x-ім минус 3 және 1 екен. Осымен келесі бетке өшейік. Келесі бетте бізде уже балалар жүйесіне келдік. Жүйеге келіп отырмыз, сондықтан қалай шығарамыз? Мысалы, мына жерде 1 бөлінген x қосылған 1 бөлінген y тең болады 8-ден 3-ге, x плюс y тең болады 12-ге дейді. Мен алдында айтқанымдай, жүйе шығарған кезде не істеуге болады? Алмастыру тәсілін қолданса болады екен. Алмастыру тәсілін. Жақсы. Былай істейік. Бірінші, мен мынаны шығарып алайын. X плюс y тең болады. Бірінші шешіп жатырмын. Тең болады 12-ге деп тұрмыз. Енді давайте мына біріншісін шығарайын. X, y, то есть мынаны шығарып жатырмын. Ортақ бөлімі x, y болады да, мынаған y-тен берем. Y қосылған x тең болады нешеге? 8-ден 3-ге. Дұрыс па? Мынаны шығарып жатырмын мен. Енді мен y плюс x-ті нешеге тең екенін білем, 12-ге тең екенін білем. Сондықтан шығарайын. 12 бөлінген x, y тең болады нешеге? 8-ден 3-ге. Бұдан пропорция тәсілін қолдану арқылы 3x, y тең болады нешеге? 96-ға. Мына 3-ті былай көбейтем, 12-ні 8-ге көбейтем. Яғни бұл жерден x, y шығады екен нешеге? 32-ге. Енді мына жақтан қарап алайық. Мен x-ті ықшамдағым келіп тұр. X-ім неше деп алсам болады? 12 минус y деп алсам болады. Апарып орнына қоям. X-тің орнына 12 минус y
көбейтілген y тең болады нешеге? 32-ге. Яғни 12y минус y квадрат минус 32 тең болады 0-ге. Минус 1-ге көбейтіп таңбаларын 10-ға басам, x квадрат минус 12y плюс 32 тең болады 0-ге. Бұның қосындысы 12-ге, көбейтіндісі 32-ге тең болып тұр. Яғни бұның y бірім менің шығады екен 16, y екім шығады екен неше? Минус 4. Минус 4 несі? 16 бізден аяқта 144 минус 4 көбейту 128, 16 қосындысы 8 бен 4 екен аяқта. Y бірім 8, y екім 4. Қосындысы 8 және 4 болады. Енді y тона 8-ді қойсам, балалар біз білеміз, x пен y-тің көбейтіндісі 32, яғни x бірім қанша шығайын деп тұр? 8-ге қандай санды көбейтсем 32 шығады? 4-ті. 4-ге қандай санды көбейтсем 32 шығады? 8-ді. Яғни бұның жауаптарын жазған кезде x бір 4, y бір 8 болса 4-те 8. Және сосын неше бар тағы? X 8 болған кезде y 4 дейді. 8-де 4. Яғни екі жауабы бар екен. 4-те 8 немесе 8-де 4 деуге болады екен. Түсінікті болса, келесі есебімізге мән берейік. Келесі есебімізде 1 бөлінген x, қосылған 1 бөлінген y тең болады нешеге? 9-ға. Мына жақта 2 бөлінген x қосылған 3 бөлінген y тең болады 25-ке. Мен алдында естеріңізде болса, алдыңғы 3-ке көбейтсем болады. 3-ке көбейтсем, 1 бөлінген x-ті 3-ке көбейтсем, балалар, менде былай шығады екен. Бұл 3 бөлу x қосылған 3 бөлу y тең болады нешеге? 27-ге. Мына жақта 2 бөлінген x қосылған 3 бөлінген y тең болады нешеге? 25-ке. Енді алдында айтып едім, таңбалар бірдей болып тұр. Екеуіне қоссам бұлдан құтыла алмаймын. Не істеу керекпін? Значит, екі жүйені мен азайту керекпін, бір-бірінен азайтам. Азайтсам 3 бөлінген x-тен 2 бөлінген x айтсам 1 бөлінген x. 3 бөлінген y-тен 3 бөлінген y айтсам олар жойылады. 27-тен 25 айтсам 2-ке тең. Бұяқтан мен 1 тең болады 2x деп, x тең болады, нешеге десем болады? 1 бөлінген 2-ке тең десем болады. Егер x-ін 1 бөлінген 2-ке тең болатын болса, апарып орнына қою арқылы, мына жерге 1 бөлінген 2-ні қойсам, 1 бөлінген 2 қосылған 1 бөлінген y тең болады неше? 9 десем болады. Яғни бұл жақтан 1 бөлінген y тең болады 7-ге, y-ім тең болады нешеге? 1 бөлінген 7-ге. Яғни менің жауабым, бұл есептің жауабы x-ім 2-ден 1-ге тең, y-ім 7-ден 1-ге тең екен. Жауабы осындай болып бітеді екен. Келесі 9-шы есепте, бұл жақта бізде 3 мысал, мына жақта соңғы 3 есеп қалыпты. 9-шы есепте соңғы мысалымыз былай дейді. Мысалдарымыздың бірі. Айтайықшы. Жақсы. Бізде былай деп алайын. 1 бөлінген x-ті мен давайте балалар a деп алайын. Сол кезде екі жағында квадратызам. 1 бөлінген x квадрат неге тең болады? a квадратқа тең болады. То же самое 1 бөлінген y-ке не деп алайын мен? b деп алайын. Сол кезде 1 бөлінген y квадрат не болады? Ол менде b квадрат болады екен. Жақсы, мынаған қарап не айтып отырмыз? Алмастырғаннан кейін бірінші жүйе a қосу b тең болады 5-ке. a квадрат қосу b квадрат тең болады нешеге? 13-ке. Енді a-ның орнына мен мынаны ықшандаймын. a деп отырғаным неше? 5 минус b. Апарып a-ның орнына 5 минус b-ны қоямын. 5 минус b-ның квадраты қосылған b квадрат тең болады нешеге? 13-ке. Жақшын ашу кезінде 25 минус 10b плюс b квадрат минус 13 тең болады нешеге? 0-ге. 2b квадрат, 2b квадрат минус 10b плюс 12 тең болады нешеге? 0-ге. Бұл жақтан b квадрат 2 қысқартсам минус 5b плюс 6 тең болады 0-ге. Бұның b1 менің 2 болайын деп тұр, b2 3 болайын деп тұр. Мынадан шешімі. Енді b деп отырғанымыз не?
b деп отырғанымыз ол 1 бөлінген y. 1 бөлінген y тең болады 2 болса, y бірім 2-ден 1-ге тең. А егер 1 бөлінген y-ім 3 болатын болса, y2-ім нешеге тең? 3-тен 1-ге тең. Апарып, енді бұның орнына мен 2-ні қойсам, a1, менде a1 мына жақта 2-ні қойсам, a1 3, a2 неше? 2. Я? Сонда апарып орнына қоям. 1 бөлінген x-ім егер 3 болатын болса, x-ім x1-ім тең болады 3-тен 1-ге. А егер 1 бөлінген x-ім тең болатын болса 2-ге, x2-ім тең болады екен нешеге? 2-ден 1-ге. Сондықтан бұның жауаптары x1 3-тен 1 болған кезде y1 2-ден 1 болды. 3-тен 1-де 2-ден 1. Және x2-ім 2-ден 1 болған кезінде, неше болады екен? y2-ім 3-тен 1 болады екен. Осымен біздің бірінші есебіміз не істеді? Аяқталды. Жақсы, өшіріп, келесі екінші есеп түсіндірейін. Екінші есеп. Менде жақсы, былай істейік. 1 бөлінген x плюс y-ті мен не істеп алайын? X плюс y-ті a деп алайын. 1 бөлінген x минус y-ті не деп алайын? Мен b деп алайын. Сол кезде мынаны қараңыздар. Мынаны мен мысалы 3 бөлінген x плюс y дегенде мысалы 3 плюс 1 бөлінген x y десем болады. Енді жүйені қалай құрамын? Жүйені құрған кезде біріншісі a, екіншісі b болып тұр. a қосу b тең болады 12. А мына жақта 3a қосу 2b тең неше? 27. Үстінде астында не істеймін? 3-ке көбейтем. Үстін 3-ке көбейтем. Мынаны 3-ке көбейтсем, менде 3a қосу 3b тең 36. 3a қосу 2b тең неше? 27. Енді азайтсам, 3-дан 3-дан азайтсам 0, 3-біден 2-біден азайтсам b тең болады 36-дан 27-сам 9-ға. Мына жерге апарып орнына қойсам болады, a мен b-ның қосындысы 12 болатын болса, b егер 9 болатын болса, a нешеге тең болады екен? 3-ге. Енді қараңыз. a деп отқаным менің 1 бөлінген x плюс y-ті неше деп алдым? Мен 3 деп алдым. Яғни, бұл жақта мен не түйемін? Бұдан менің x плюс y нешеге тең болып тұр? 3-тен 1-ге тең болып тұр, балар. 3-тен 1-ге. Келесі. b деп отқаным 9. Яғни b деп мен 1 бөлінген x минус y алдым ғой. 1 бөлінген x минус y егер 9-ға тең болатын болса, значит x минус y нешеге тең болып тұр? 9-дан 1-ге тең болып тұр. Енді бұл екі жүйені плюс y болып тұр, плюс минус y болып тұр. Екі жүйені қосып жіберсем болады. Қосып жіберсем x-қа x-ті қоссам 2x тең болады. 3-тен 1-ге 9-дан 1-ді қоссам 9-дан 4-ге. Яғни бұл жақта нешеге тең болады екен? X-ім тең болады екен нешеге? 9-дан 2-ге. Апарып x-ті ona 9-дан 2-ні қойсам, балалар өздеріңіз шығарып алсаңыздар болады. X-ім тең болады нешеге? X-ім емес, y-ім тең болады 9-дан 1-ге. Яғни менің жауабым x-ім 9-дан 2, y-ім 9-дан 1 болады екен. Яғни x 9-дан 2, а y неше 9-дан 1-ге тең болады екен. Келесі біздің соңғы есебімізде мынандай бір есеп беріліпті. Екінші жүйені ықшамдағым келіп тұр. Екінші жүйеде пропорция тәсілімен x тең болады, неше десем болады? 2 көбейтілген x плюс y десем болады. Былай көбейтіп жіберіп, иә? Минус 2 екен. Минус 2. Сонда x тең болады минус 2x минус 2y. Сонда 3x деп былай қарай шығарып жүрсем, тең болады минус 2y-ге. А значит, y тең болады нешеге? 3x бөлінген минус 2. Немесе минус 1,5x. Жақсы. Y-ті ona минус 1,5x-ті қояйын. 1 бөлінген x-ті ona не істеймін? Мен x тұра береді. Y-ті ona минус 1,5x қосылған x тең болады нешеге? Минус 1-ге. Мына жақта 1 бөлінген минус 0,5x
қосылған x тең болады плюс 1 тең болады нешеге? 0-ге. Мына минус 0,5 x, 0,5-ді мен несеге ұтылу керекпін? Давайте минус 2-ге көбейтейін, минус 2x-ға көбейтейін. Жақсы. Мынаны минус 2x-ға көбейтсем, x пен x жойылады. Жоқ, минус 0,5x-ға көбейту керекпін, я? Минус 0,5x-ға көбейтейін. Біріншісін минус 0,5x-ға көбейтсем, мына екеуі жойылады да просто бірдің өзі қалады. Мына яқта x-ті 0,5x-ға көбейтсем, минус 0,5x квадрат болып кетеді. И мынаны бірді минус 0,5-ға көбейтсем, минус 0,5x болады, тең болады нешеге? 0-ге. Осының барлығы нешеге көбейтейін, мен қайттан минус 2-ге көбейтейін. Минус 2-ге көбейтсем, мынау x квадрат плюс x минус 2 тең болады нешеге? 0-ге. Бұның x1 тең болады 1-ге, x2 тең болады нешеге? Минус 2-ге. Енді мен x-ті таптым, я? Y-ті табу керек. Y деп отырғанымыз неше еді? Y бірім, x оны 1-ді қойып жіберем ғой. Минус 1,5. Ал y 2, x оны минус 2-ні қойсам, мына жерге апарып 3. Яғни менің жауабым x 1 болған кезде y минус 1,5 дейді. Яғни 1-де минус 1,5. Және неше? X минус 2 болған кезде y 3 болады екен. X минус 2 болған кезде y нешеге тең? 3-ке тең екен. Осымен біздің бүгінгі бөлшек рационал тақырыбына байланысты теңдеулердің барлық есептері аяқталды, балалар. Тест нөмірі 1 және тест нөмірі 2-ні үйден шығарамыз. Келесі сабақта көріскенше.